Сәлеметсіздер ме қыз келіншектер, сіздермен бүгін балықты духовкада пісіретін боламыз. Өте керемет болып шықты дәмі, және де рецептін сіздермен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен каналыма подписка жасап, лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырып кетіңіздер. Видеодағыдай картошканы дайындау үшін қайнап тұрған суға осылай картошкамызды 2-3 минутқа ғана салып алатын боламыз. Және де болғаннан кейін тұзын, паприкасын салып, духовкаға қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Балық пісіретін боламыз. Әрине осындай көкөністермен. Қазір құрамында не бар екенін барлығын түсіндірем. Алдын ала осылай турап алдым. Және де жаңағы балықты ашып, жақсылап бәрін қойып қойдық. Енді қазір осыларды тұздап, небәрі 3 қана заттармен маринаттайтын боламыз. Қазір бізде мұнда шампиньоны бар, потом цветофор, қара түстен алдым. Әрине барлығы мынандай бір түс қылмай, әртүрлі түстерден болсын деп осылай разный қылып алдым. Мұнда бізде редко қазақшасын ұмытып қалдым. Осы және сәбізіміз бар. Және де астына қарай түссек, мұнда еще қызыл түстен помидор қостым. Неге осылай. Қазір осыларды небәрі 3 қана затпен маринад жасап қоямыз. Сосын барлығын пеште пісіріп аламыз. Бірінші осылай сұйық майымызды құйып аламыз. Сұйық май құйдық. Және де мен именно мынау овощпен жасалатын неге маринадқа шашлықтың приправасын қолданатын боламын. Және де именно осы түрлі шашлықтың приправасын қолдансаңыздар дәмдеу үшін, бұл деген күшті, өзіме ұнайды. Постоянно осыны қолданамын. Неге осылай осы приправадан саламыз. Неге кішкене қосып жіберейін. Және де тұз бізде осылай примерно көз мөлшерімен жібереміз. Осылай кішкене бұрыш қоса салайық. Негізі бұрышты қатты ұната бермеймін. Негізі бұны балыққа ғана қосамын деп аға. Ойышқа да кете берсін. Осылай араластырып, қолмен жақсылап араластырамыз. Және де бір жарты сағат тұрса жеткілікті маринадталып үлгереді. Балықты да солай жарты сағатқа қалдырып, пеште пісіріп аламыз. Және де нәтижесімен міндетті түрде бөлісетін боламын қалай шыққанымен. Бізге ыдысымыз кішкентай болып қалған сияқты. Ештеме етпейді араласуға. Осылай аккуратно араластырып аламыз. Барлығы бір-біріне жақсылап тиюі үшін. Осылай араластырып, бетін қазір жауып қоямын. Және де жарты сағат жеткілікті. Ауа өткізбес үшін көріп тұрғандарыңыздай барлығын жұмыстаймыз. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Көп тұрсыздар ғой, барлығын жауып тастадық. Осылай бір жарты сағат тұрса жеткілікті. Және де бізде келесі балыққа кірсек, балыққа да тек осы 3 түрлі заправканы жасаймыз. Қазір бөліктерге бөліп жасайтын боламыз. Мұндағы балықтарымызды мен үлкен түрін, яғни бөліктерге бөліп жасағым келіп тұр. Қазір осылай қойып алайық. Қалған екеуін солай бүтінгенше маринадтайтын боламыз. Басын кесіп алып істей салайық. Аса қажет болмайды. Осылай бөліктерге бөлейік. Осындай бөліп жетті. Неге жаңағы бөліктерге бөлген балығымызды жақсылап жуып тазалап алдық тағы бір рет. Енді осы балықтың үстіне тұзымыздан саламыз кішкене. Менде барлығы енді көз мөлшерімен болады. Сіздерде примерно осындай жетіп қалады ау деп салсаңыздар болады. Балықтың әрине тұзды болғаны жақсы ғой негізінде. Сол себептен кішкене тұзын өтімдірек қылып жасаймыз. Және де осылай майдан құяйық кішкене. Сосын бұрышымыздан салайық және де мен осындай балықтың 2 түрлі приправасын алдым. Қалай шығатынын білмей, өзім де білмеймін. Қазір бірге көрейік. Осы кішкенеден ғана қосып көремін. Ерекше бір дәм беретін шығар деген үміттемін. Андағы бірінші түрі бізде
бірінші приправаның түрі бізде бульон сияқты екен, кәдімгі куриный бульон болады ғой, соған ұқсайды. Мынау иісі де более жаңағы майда ұнтақталған екен да. Ал мұндағы кішкене ғана ірі шөптерден болады ғой, сондай сияқты. Қазір көреміз. Осылай енді араластырайық. Қазір ғана бір идея келді. Вот мен мынаны бөліп істедім ғой, бөліп маринадтадым да. И мен қазір осында фольгаға мынау кішкене овощтарды араластырып пісіргім келіп тұр да. И қалған бөлігін в общем андай жеке пісіретін боламыз. Олай да дәмін көреміз. Енді шашлыкта особо пісіріп жүрміз ғой. Былайша да бөлек пісіріп көремін. Қалған мындағы балықпен пісіріп көреміз фольгаға. Міндетті түрде қазір қалай шығатынын бүкілмен бөлісетін боламын. А мындағы балықтарды біз осылай бүтіндей осы күйінше маринадтап пісіреміз. Біздің балығымыз пісіп шықты. Осындай болып шықты. Есі деген бұрқырап тұр енді қазір. Осылай дәлмен көрсеткендегі рецептпен пісіретін болсаңыздар, өте керемет дәмді болып шығары сөзсіз. Бисмилля, біз көрейік. Осылай толықтай пісті. Дәм деген керемет. Қыздар, ас болсын баршамызға. Осылай пісіріп шығыңыздар, керемет болады. Анық.